Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Алланың қалауымен бүгін 25 жыл 1 мамыр күні мереке күні намат кебапқа келіп қалдық. Көшпенділердің жаңағы кәуап жейтін жеріне, шашлык жейтін жеріне келіп қалдық. Алланың қалауымен адамның басы Алланың болу дейді. Осы жерде көрші жерде тұрады екенбіз. Бәкен мен Сәке жеңешай дуэті осында келіп біраз шашлык жеп келіп қалдық. Міне Жәкеңе рахмет, Жанарбек бауырымыз. Жанарбек бауырымыз міне осындай халал осындай тағам ашып жатыр екен. Соның шын көңілден міне өте дәмді екен, өте керемет екен. Тағамның аты қалай? Жарымның неме? Қабырға ғой. Оған қабырға ғой. Жареный ребрышко ұнады маған енді. Керемет екен. Шашлыгы керемет. Осында келіңіздер, көріңіздер. Міне Жанарбек деген бауырымызды танимыз міне. Қалибек деген, Қалибек, Мұратбек деген ниетім тұр кезінде 2012 жылы енді Монғолияда концерт бергенбіз. Бір айдай жүрдік сол Монғолия қасиетті киелі Монғолия елінде. Байырке жерінде енді концерт бердік. Әжептәуір концерт қойдық. Өте бізге ұнады. Жаңағы Монғолия Байырке жері әдемі де қасиетті жер. Керемет қарсы алды. Енді сол жақтың жігіттері енді өзіміздің жігіттер осы Кереку еліне, Павлодар еліне, Сарыарқа жеріне осындай кафе ашып. пельмендері қандай керемет. Сорпаға пісірілген пельмен. Суға пісірілген емес. Анжол көрдік еді әміне. Керемет, өте керемет. Кафе ашып, осында келіңіздер, көріңіздер, дәм татып көріңіздер. Адрес. Бәріміз лайк қой, лайк. Адрес қай жерде? Адресі қандай еді? Адресі Первомая. Машқұр 113. Первомая Чокин. 313. Қиылысы. 313. Иә, Первомая Чокин қиылысы. Келіңіздер, көріңіздер, дәм татыңыздар. Бәрі жақсы. Жәке, осылай істеріңіз алып қарай басай берсін. Осылай халықтың көңіліне шыға беріңіздер. Қашанда осылай халық үшін қызмет жасай беріңіздер. Еліміз өркендей берсін. Байқуатты болайық. Бала-шағамыздың қызығын көрейік. Ниетіміз дұрыс болсын. Жақсы-жақсы шығара берейік. Сіздер осы жақсы тағамдар шығара беріңіздер. Уырдақ деген болу керек мына жерде. Хушур деген болу керек. Шия қадаған би. Өзіңіз білесіздер ғой енді. Жетмейтін деген бұның бәрі болса. Қазақтың дәстүрлі тағамдары болсын. Қазақтың көшесі болу керек мына жерде. Кеңейе беріңіздер, үлкен тарам болыңыздар. Бізде жақсы әндер қарап отырсаңыз, халық үшін, ел үшін. Осы бүгін енді 1 мамыр күні жақсы ән жаздық енді Бәкен мен Сәке деп өзіміздің рекламный ән ғой, әдемі ән жаздық. Ертіс променадта жаңағы тұсаукесерді жасадық, соған кішігірім клип жасаймыз, Алла қаласа. Басталды жаздық, Ринат деген бауырымыз, Ринат Құдайқұлов деген жігіт аранжировкасын істетті, жақсы ән жаздық, жақсы көңіл күймен келе жатырмыз да, сосын еді Анара ханым батырдың Шубай батырдың емшек бір шашлык жекшті болмай сол енді шашлыкқа кіріп шашлыгын да көрдік. Енді мынау енді қуырылған қабырғадан дәм татып көріп отырмыз. Енді іздап отырмыз. Көбісі қабырғада, кейбірі Ал, Алла тек берекетін берсін. Бейбітшілігін берекетін берсін. Әмин.